жатады. Қалаға келеді кемпір. Содан қалаға келеді, көлік тоқтатады, жолда бір портовый машина кездеседі. Содан соны тоқтатып мінеді кемпір. Жаңа шопыр қасында орын болмағасын, жаңа портқа мінгізеді. Портта жүн менен жұмыртқа тиеген машина екен дейді. Содан қалаға сонымен арып ашып жетеді. Шалына келіп шай ішіп отырса, шал айтады: кемпір-ау, қалай жеттің қалаға деп. Сонда шопыр бала да айдайды екен. Машина серкілдеген кезде: я жүннен ұстарымды, я жұмыртқадан ұстарымды білмеймін. Бір келіншек менен ауылда остановкада тұрған ғой, такси күтіп, автобус күтіп тұрған ғой. Сөйтсе бір КамАЗ келіп тоқтапты, дәу КамАЗ, қайнағаз екен. Сөйтсе ана келіншек міне саған ғой, енді базарға барып жатқан ғой. Базарға барып жатқан ғой. Сөйтіп КамАЗ енді ана қотыр жолдардан қатты секіріп жүрген ғой. Сөйтсе ана келіншек жайлап осып қойған ғой. Сөйтсе ұялғанынан ана келіншек арамызда қалсын дей берген ғой қайта. Сөйтсе қайнағаз айтады дейді: арамызда қалмай-ақ қойсын, терезені аш, далаға шығып кетсін деп айтты. Ай, кім жігітім? Ай, неғып атсың? Жұмыс істеп жатырмын. Ай, мына кім хозяиннан звондаған жоқсың ба? Алмайтырмын, қоңырау соғып алмайтырмын. Сен звондама, оған өзің апарып берерсің нағашыңа. Өзің нетесің ғой. Сен кешкісін дейтін бір-екі шөлмек арағыңды, закускыңды. Закуска жақсы, мен балық пісіріп қоярым. Балық жейсің ба? Жеймін ғой. Иә. Сосын қасыңа ешкім әкелме, мен дейтін жалғызбын неде. Мен атып. Иә. Бір екі жігітке болады, бірақ мен сонда да қорқам енді. Сен өзің қалай, дене бітінің здоровыйсың ба? Былай, здоровыйсың ба? Иә, здоровыймын. Жоқ, мені Асил титалясың ба дегенім ғой, просто мен жаңағыдай кішкене енді білесің ғой, жүріп қалған қатынбыз. Иә. Мен өзім бәрін саған жасайым. Саған ұнайтын нәрсен бәрін жасаймын ғой. Енді бір түнді көзіңе ұнаса, сен өзің келіп тұрасың ғой маған жайлап. Хорошо. Иә. Енді мен айтқанын бәрін жасайсың ғой енді сен. Иә. Мен өзім жақсы көретін нәрселерім постельде маған жалаған жақсы көремін өзім тіпті. Иә. Не жасап жатсың үйде? Ремонт қой. Молодец. Маған біздің үйде бір коридорға бір дизайн керек еді. Дизайн ба? Иә, ақшасына. Жасай аласың ба сен? Надежныйға сөйлескен бір балдараға, ол мен қымбатсырап тұр, 60 мың дейді. Оны көрмеп қой. Кет қарайсың ғой сен өзің, мен саған көрсетерім үйінде. Өзім тұрам, бәрі қызым тұрмысқа шығып кетті. Иә. Жалғыз өзім тұрам, келіп тұруыңа болады. Былай енді мен өзім былай симпатичныймын, енді мен өзім 70-ші жылғымын, бірақ бұрын 72-лермен оқыдым. Енді нетем десең, маған ұнайтын нәрселер жасайым десең, мен сені қалаймын ғой. Иә, былай әкеңді білем ғой енді, қандай жігіт болған кезінде жүрді. Тек айтып жүрме үйдегілерің ешкімге. Ондай жоқ қой. Иә. Былай енді кішкентай бала емеспіз, иә, өзің түсініп тұрсың ғой, үлкен түйеде жігіт боласың, 35-ке келген боласың енді. 32-демін. 32-десің ба, иә. Енді былай енді жатып, жалап, нетіп көрген боларсың. Татыр күлмен. Иә. Жақсы қазір кештеу қалғасырмын телефон. Осы телефонға аласың ғой. Былай енді жатып, оптың бар ғой, жалап, сондай істеп көрдің ғой да, мен просто жаңа кайф ұстаған жақсы көремін өзім тіпті. Иә. Көрдің ғой да? Көрдім ғой. Иә. Юрик, Палчан, ассалаумалейкум, қалайсың? Палчандар қалайсыңдар?
әңгіме жоқ, чирик барша, рахмет саған. Мен просто жай ойнап айта салбаймын, мен саунаға барып секстіреді деп ойлаған жоқпын мен шешесі. Жай тек мен звондай салып едім саған. Сен молодец, просто сағат аздау болып қойып, бір 2 сағат демалғанда вообще күшті болатын еді. Пивені ішіп бір кеше шешесін долгий раз шешесі істеп одан біледі. Один қойып қанша пиво ішкенмен шешесі тез болып кетті. Бірақ ұнады, маған. Довольный болып келдім шешесі. Әсіресе ана екінші серия вообще қатты ұнады. Мен шамалы ыңғайсыздандым, мен тең шыққан жоқ, тек машинамен апарғаннан басқа шешесіге. Сосын еще, за рулем, пивеге тойбеге келдім, келгенше көтім кетті, ыңғайсызда боламадым. Бұйырса енді тағы маған менің де қолыма ақша түсіп жатса, чирик мен де сені апарып, саунаға апарып секстірем ғой, полицияны саған рахмет, еще 92 жылғы дейді, кеше қыз айтады, ағай дейді, ағай деп айтты, кәпір сексіп жатқан жоқ, ағайына құрдас деп айтты.